Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен алдарыңызда бір үш гүлмен таныстырайын. Мынау кішкентай гүл бальзамин деп аталады. Неке өте әдемі гүл. Кішкентай отростық кезінде қайнапам маған сыйлыққа берген болатын. Үйге әкелгеннен кейін осындай горшокке отырғызып, топырақ салып, тамырлатып қойған ғой негізі. Осылай отырғыздым. Мінекей өзінің жапырақтарын, әдемі жапырақтарын беріп, ары қарай өсіп жатыр. Негізі бұл тез өсетін гүл. Мінекей жан-жағынан жапырақтары шығып жатыр. Бұл ылғалды жақсы көретін гүл екен, себебі ылғалды тез сіңіріп алады бойына. Мен бір-екі күнде құйдым, мысалы суды да бүгін қарасам, уже құрғап тұр. Тағы да суын құйып қойдым. Ылғалды жақсы көреді, сосын жарықты жақсы көреді, көлеңкеге де өсе береді. Бұның гүлі фиолетовый андай уақ гүлдер, ұсақ гүлдер. Көп болып гүлдейді. Бұрын менде болған. Одан кейін көп жылдай өсірмей кеттім де, биылдан бастап өсіріп жатырмын. Қайнапамның үйінде осы гүлдің 2-3 бар. Үлкен болып өсіп тұр. Уже апрель-май айларында гүлдейді. Бұл гүлді енді бальзамин деп атайды. Бір жағынан огонек деп айтады. Сосын воскресник деп те айтып жатады. Осындай әдемі гүл. Бұны көбейту жолдары көріп тұрғандарыңыздай жан-жағынан әртүрлі отростықтар шығады. Сол жерінен қиып алып, суға салып қойсаңыздар, ары қарай өсе береді. Енді екінші тұрған мінекей. Екінші тұрған гүлді де маған сыйлыққа берілген. Осындай бегония деген гүл. Коралловый бегония, королевский бегония деп те айтып жатады. Жапырақтары осындай үлкен. Мынандай жапырағының асты қызарып тұрады. Күн сәулесі көп түссе қызарып тұрады екен. Көлеңкеге әкеліп қойдым. Жап-жасыл болып, мына жапырағының асты мынандай осылай болып өсіп жатыр. Бір бағытта ары қарай өсе береді. Енді келесі жапырағын шығарайын деп тұр. Үлкен болып өседі бұл гүл. Міне астында уже кішкентай өскіндері өсіп жатыр. Маған ұнады. Бұрын мынандай гүлді өсіріп көрмедім. Бегонияның басқа түрін өсірдім мен. Бұл гүлде әдемі гүлдерін ашады. Көлеңкеде, енді күн сәулесінде тұрса, енді бұл жапырақтары қурап бастайды. Тіке күн сәулесінде. Енді көлеңке түсетін, көлеңкелі терезенің алдына қойып қойдым, күн түспейтін. Осылай. Келесі гүлім мінекей алдарыңызда синдапсус деген гүл. Бұл да әдемі жолақтарымен. Мінекей жапырағы үлкен, кішкентай, орташа болып өсе береді. Бұны да мен осындай мінекей қазір дәл осындай кішкентай кезінде алғанмын. Қазір өскені. Енді бұл гүлдердің маған ондай қиындығы жоқ. Алып баратқан айына бір удобрениелерін құйып тұрам. Сосын жарыққа қоям.
ары қарай өзінің өсуін жалғастырып жатыр. Мінекей бүгінгі гүлдерім осы 3 гүлмен таныстырдым. Достар, сіздер қандай гүлдер өсіріп жатырсыздар үйлеріңізде? Менің каналым ұнаса, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар.